Күн сүйетін өсімдік интернет желісінен алынды. Бақша ішінде жүрген Айнұр бірде: ата, мына бір өсімдік кеше-кеште басын былай бұрып тұр еді, бүгін басын басқа жаққа бұрып алыпты. Мұнысы несі? деді. Атасы оның күнді ерекше сүйетінін түсіндірді. Айнұр бақшаға кірсе болды, әлгі күнбағыстың жанына жүгіріп барады. Кішкене шелегімен арықтан су тасып құяды. Мұнысы күн сүйетін өсімдік жақсы өссін деп жүргені еді. Мәпелей бер, өскенде өзің жейсің, деді атасы. Ата, күн сүйетін өсімдікті жеген адам қандай болады, деп сұрады Айнұр. Күн өмір. Күн сүйген өсімдікті жеген адам өмірлі болады, гүлдей жайнап жүреді, деді атасы. Бұл өсімдіктің атын білесің бе? Өзің күн сүйетін өсімдікті жеп көрдің бе?